Стоматит неге жиі шығады? Стоматит бұл ауыз қуысының шырышты қабығының қабынуы. Балалар мен ересектерге жиі кездеседі. Стоматиттің шығуына мына нәрселер себеп: гигиенаның сақталмауы, ауыз дұрыс тазаламау, лас, қол немесе заттар арқылы инфекция түсуі, брекет немесе тіс протездерінің ауыз қуысының жаралануы, иммунитеттің төмендеуі, вирустар, бактериялар немесе саңырауқұлақтар, дұрыс тамақтанбау, дәрумендердің жетіспеуі. Ересек адамдарда көп жағдайда стоматит иммунитеттің әлсіреуінен де шығады. Аурудың негізгі белгілері: ауыз қуысындағы ақ жабынды жаралар, оны афта деп атайды. Стоматиттің алғашқы белгілерінде афтаның көлемі кіші болады. Ал күшейген кезде афталар көбейіп, дене температурасы да жоғарылайды. Науқастың тамақ ішуі де қиындай түседі. Уақытында ем шараларды жасасаңыз, стоматит 3-10 күн аралығында кетеді. Егер стоматит ұзақ уақыт жазылмаса немесе жиі қайталанса, бұл денсаулығыңыздың басқа мәселе барын білдіруі мүмкін. Сол үшін дәрігердің кеңесіне жүгінуді ұмытпаңыз. Және де біздің каналға қосылып, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Бұл бізге өте ауадай қажет.